Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Кезекті шығарылым басталмай жатып, тез каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгін «Суперкеліншек» фильмінің актрисасы Диана Егофарованың жеке өмірі туралы айтатын боламын. Өзбекстандық актриса және модель Диана Егофарова 1989 жылы 27 ақпанда Ташкентте дүниеге келген. Бала кезінен ол актерлік мамандықты армандады. Ол кинодағы дебютын 18 жасында алды. Диана Егофарова әйгілі өзбек режиссері Бахром Якубовтың бірнеше фильмінде ойнаған. Соның ішінде «Суперкеліншек» фильмі оның актрисалық өнерін ашты. 2008 жылы «Суперкеліншек» фильмі жарыққа шықты. Онда Диана басты рөлді сомдап, талантымен барлығын тәнті етті. Оның сомдаған рөлі көптеген көрермендерге ұнады және көптеген ер адамдар үшін ол идеалды әйел болды. Фильм кино Виза орталық Азия визуалды антропология форумында кейіпкерін шебер ойнаған үшін арнайы сыйлықпен марапаттады. Актриса Диана Егофарованың есімі «Суперкеліншек» фильмі шыққаннан кейін СНГ-де танымал болып, мансабы дүркіреді. Әсерлі махаббат хикаясы ешкімді бейжай қалдырмады, бірақ танымалдылық шыңында ол кенеттен жоғалып кетті. 2009 жылы Диана мен Бахром Якубовтың арасында үлкен жанжал туындады. Содан кейін ол экрандардан көрінбей кетті. Оның себебі көрермендер мен киносыншылар «Суперкеліншек» фильміне жоғары баға бергеннен кейін бірден интернетте порнографиялық мазмұнды видео пайда болды. Режиссер барлығын фильмнің сәтті шыққанына қызғанышпен қараған, қылмыскерлер ұйымдастырған деп есептейді. Диана үлкен жанжалдан кейін 10 жылдан астам уақыт бойы экраннан шықпады. Режиссер мен актрисаның бейнеге ешқандай қатысы жоқ екенін дәлелдеуге тырысқанымен, олардың беделі қатты зардап шекті. Бірақ бұған қарамастан бұдан кейін тағы кино түсірді, «Блиндтер» атты, бірақ оны теледидардан көрсетпеді және өзбек киногерлері бойкот жариялап, фильмге тыйым салынды. Жеке өмірі. Диана Егофарова 2009 жылы тұрмыс құрды. Оның алдында екі таңдау болды. Шетелге барып, актриса ретінде дамуын жалғастыру немесе тұрмысқа шығып, өзін отбасына арнау. Әйел ретінде мен үшін таңдау айқын болды. Өйткені мен өзімді ең алдымен отбасын құру, ошақ қасы, аяулы ана және жар болу деп бөлісті Диана бір сұхбатында. Оның таңдаған адамы Мурат Юнусходжаев деген жігіт болды. Олар мейрамханада ортақ достармен кездескен екен. Мурат қызы 4 күн бұрын бір іс-шарада көріп, оған үйленемін деп іштей айтқан сөзіне тұрып, екеуі ерлі-зайыпты атанды. Қазіргі таңда Тимур мен Әмірсайыт атты ұлдарын дүниеге келді. Ол сахнаны сағынғандығын мойындайды. Бірақ мен енді елді жалықтырғым келмейді. Шынымды айтсам, қайтсем екен деп көп ойландым. Сол сәтте мен өзімді бүкіл өмірлік тәжірибемен қабылдағанда, мен үшін сахнаны басқа кәсіп алмастыра алмайтынын түсіндім деп ол бір сұхбатында жауап берді. Оның үстіне жолдасы оның актрисалық мансабын жалғастыруға қарсы емес. Керісінше, ол оны барлық жағынан қолдайтынын айтқан. Қазір мен жаңа эмоциялар мен сезімдерге бөленіп жүрмін. Мұнда менің анамның да қолдауы өте зор болды. Мен әлемге жаңа көзқараспен қарай бастадым. Менің көрермендерге айтар сөзім бар деп ойлаймын деп түйіндеді актриса сұхбатында.